Чели, чё, қалайсың? Давай, кішкене природаға шығып, ары-бері жүгір, побегай на природе. Все равно же ты же охотничий, в крови есть, не сторожевой. Біз жігіттермен міне Қараталдың бойына ма, балықтардың бойына барып, шашлык жасап, тушенка жеп. Жүргенше сен жүгіріп жүр сол жақта. Білдің ба? Білдің ба деймін? Үйрен. Первый выход твой с дома. Кіресің бе? Так, мына жерге келдік, мына балақтағы. Алысқа бармай. Прозрачная водаға келдік, прозрачная водаға. Сейчас согреем. Кашу согреем, кашу. Все, кашамыз дайын болды, кішкене қайнады. Суда қайнап кетті, балықтан суын құйып жібердім ғой кішкене. Руслан, Ахмет. Как вы, ребята? Салам алейкум. Балақтарға келдік. Мына жерде су таза. Кішкене бірақ жоғары жүру керек. Место табу керек. Ахмет, о жаққа бардың ба сен? Нормально. Салам алейкум еще раз. Салам жігіттер. Мұнда отырмыз. Күздің соңғы күндері баби лето. Баби лето шығарып салып жатырмыз. Қатын жазғы. Паутиналар ұшып жүр қазір. Ертең бүрсігінен жаңбыр басталады, суық басталады. Табиғаттағы қашамыз өтеді. Керемет. Мына алтын жорғаның арқасы ба? Оны жүргізіп жүрген иесінің қандай дейсіңші? Так, второй заход. Жана каша рисовая с тушенкой была. Теперь каша гречневая с фасолью и с тушенкой. Біріншісі өтіп кетті, полностью өтіп кетті. Так, налетаем, сборный. Каша гречневая с фасолью, с тушенкой. Челли от души бегает. Искупался или на суғатсы. Енді бір жылқышы болыпты мақтайында. Жаңағы өкімет кезінде істеген ылғи грамоталар беріп отырған жылқы баққан енді жылқы баққан екен. Өкімет өзі көмектесіп тұрады. Барады, жеріне апарады. Соны еркелетіп өсіп тұрады. Атауы еркелетіп өсірген атпенен арыға апарады, нетіп қыдыртады, андан нешетіп той томалаққа апарады. Содан в общем, айналып келгенде 3 баласы жылқышы болып өзі орнында. Кішкентай бала ер жетіп, әке дейді ана үлкен ұл деп. Енді мына баланы оқытуымыз керек. Ой, оқып қайтеді бұл. Мына малды ертең кім бағады? Мен кім қарайды деді. Аға деп айтады дейді оғандыз. Сен алмасаң мен алайын. Ана қызды ма? Содан өй деп ана жерде айда ақсаулы дейді ма? Соған көзім түсіп үйренеді, қолға ашық болды. Содан үйреніп келген. Енді әкем айтты дейді. Барып енді оқуларын жалғастырды. Айтты ол кездегі 90 жылдары. Уже сол кезде болып кеткен. Содан снимать етеді, екеуі үйден келген дүниені жеп таусат, бітіреді. Әкесімен тамақ сал деп тұрғанға ұялады. Содан бір күні ашпыз дейді. Әйелім ауырып қалды дейді жаңа түскен келін. Сонан айтып жатыр да енді. Өзіміз тамақтау жеп отырамын, алып соқты берген естеп. Әнек забоп. Соны жаңа алып соқты алып келеді да, енді жарайды бер жүрген екен ғой деп, тамақ жоқ енді, итке береді деп
айтуға ыңғайсыз да үйге байрақ қояды. Бір күні ыңғайсыз не обасына да чешіп жібереді. Соның бір кездегі айел құсып екі қабат қояды. Жерік. Ауықтың етін құсады екен, ылғи әгіл қазы қарта жеп үйреніп алған адамдар. Таңертең тұрсам дейді, есіктің алдында бір дорба жатыр дейді. Ой деп жүгіріп бардым, мынау немене дорба деп аға шықпасақ ішінде 3 қазы дейді мынандай. Ішіне. Ұзын. Жаңағы сүйегі бар, бірдеңесі бар, бір жарты мүшек ет қой. Сонда где-то 75-80 жас екен. Әкесі. Иә. Арылып кеткенбіз дейді. Қыдыртып келейікші деп жаңағы шелі сияқты. Соның бір кезде бұл жоғалып кетті дейді. Жоғалып кетті. Алып соқ деп шықпай қойды. Жоқ дейді. Кетіп қалдық дейді екен өзгерген сияқты. Соны үйге келіп таңертесінде тұрсақ дейді. Мынандай бір пакет дейді. Домалақтан жатыр дейді. Оны пакеттің ішінде сумка дейді. Сумканы ашық баса, ақша дейді толған. Әгі жерді ақшаны көргеннен кейін вообще жындандық дейді. Чели, ақшаға сен алып келесің. Сен содан осы Чошып кетті. содан Асырапты ғой жақсылап. жақсы асырапты. Содан әгі ақшаны квартирамыздан құтылдық дейді, тамағымызды алып, жақсы болып. Содан в общем, үшінші курсын тәмамдап, дипломын алып, қайтып келеді. Ауылға қайтып келеді. Қайтып келгенде әкесі қайтыс болады. 85 жасында ма? Жақсы өмір сүрген екен ол. Соның историясы соны жазылған жаңағы. Қасиет пен несібе деген. Жаңағы мысалы Сонда несібе ғой ана. Несібе ана шалдың жаңағы ана итті берген, значит содан шал бір күн алып қайтты, әкесі алып қайтты. Мен бұл алып соқтан тұқым алып қалуым керек деп. Содан жаңағы Паутина. тауық тұқымын алып екі күшігі қалыпты да. Сол әкесі қалай қайтыс болады? Ана алып соқты сөйледі, жоқ болып кетті. Жоқ болып кетеді. Жігіттер отыр әңгімелесіп мен лақтыра салдым. Асманчиктер столом екен. Вода прозрачная. Джигиты отдыхают. Я взял, просто забросил червяка, сидят, значит чистая вода здесь. Через полчаса проверю червяки, если обглоданы, значит рыба есть. Можно рыбачить. Да, золотая осень, алтын күз. Суды қараш мөлдір тап-таза. Чай ішеміз бе мына суға? Өкіші. Отын жоқ па мына жерде десем, бар екен ғой отын. Отын да бар, отын да бар. Алысқа ешқайда барған жоқпыз мәне. Былай 1 километр қала. Мына жақтарда дача. Алысқа бармай осы жерге келе салдық балықта. 4 шашлығымызды жасайық. Шашлығымыз осынша болып 4 палка и 1 палкасы май, жир. Руслан мен Ахмет Чели үшеуі дайындап қойды отынды. Жағамыз қазір. Отын тағы бізге и бізден кейін біреуге қалады екен. Костер басталды ма? От жақтық. Ахмет. Костер горит. Руслан енді машинамды тазаламын. Мына жерге лақтырып көру керек қой деймін. Опа.
Да, здесь малек. Есть малек. Кину. В пруд пущу, если что. Барчелли. Тауып әкелсеңші бірдеңке. Қырғауыл ұстап деген. Как рассказывать? Че, жар как? Нормально. Каждый здесь занят своим делом. Кішкене шашлығымыз бар, челли бар. Бізде қырғауыл ізде. Мынаны бүйтіп күйдірсем болды, закускаға жақсы нанмен. Май ғой. Май тез күйіп кетеді. Сегодня 2 шашлычника. Ахмет, Руслан. Не тұра берсін біреулерге керек. Сол өзімді бере салам. Енді говядинадан шашлық көріңдер қалай екен. Вау. Ya bu cimde. Зейнеткер мырзалар, кемегендерін ренжімеңдер. Кемегендерің былай. Шашлык без говядины. Келесі жол 1 литрден каждый күні. Көріндер ма? Көріндер ма? Енді жоқ сендерге. Кеше бақа жейін деп еді. Бағаға беріп бат, бізге беріп тұр екен. Біздің улов мінен бүгінгі. 2-3 баған келеді әлі. Міне біздің жігіттер отырдық қой. Біздің улов. Бір форель. Асман ғой, асман. Малек. Че, челли? Тойдың ба бүгін? Жай қояқ, жай. Оңға жүретін оның соғын. Балықтың суын, ағын суда арам жоқ деп. Ахмет құйып алып келді. Сонымен орындырып, үйге сағат 3-те келдім ғой. 3-те келдім. Әкесі орсын, енді кәріп. Білмеймін ғой өзде. Сүйек жоқ жақсы дәу. 1000 теңге сазандар. Соны айтпақшы әлгі жаңағы ол балық природа ұстаған балықты оны аршуын керексің, тазалауын керексің, жуын керексің. Мына үйге кересің ұжымға дайын тұрады жүр. Конечно, ұрғылап жесін екен. Өздері ашып қойды, үйдегі адамдар. Дайындақ қойды, жарып. Мына мусорды қараңдаршы. Соңғы келгенде тазалап едік қой осы. Біз тазалап кетіп едік қой мен шоққасы. Русик жүрген жерін бәрін тазалап жүреді. Постоянно көкке шыққанда тазалап жүреді. Табиғат сыйлаңдар. Русик келесі жолы газелімді ақша бар, ашылып келейінші мен. Оны өйстіп еп, өртеп кетеміз хотя бы. Осы бір рет келгенбіз, төртеуміз осы жерде тазалап кеткенбіз. Черте города бұл. Ал сен. Кто-то нож оставил. Нож мой. Мынау абайдың несі дастархан жаққа тастайсақ. Мен алып кетейін. Өртеп жіберейік, тазалап. Здесь мы любители пикников. Вот куда выходим, мы за собой убираемся. И вот место, где сидим, за вами убираемся, кто здесь сидит до нас. Берегите природу, убирайтесь за собой, любители пикников. Ахмед говорит, мы отдыхаем или природу чистим? Тап таза обстат. Убирайтесь за собой, люди. Всегда в своих роликах я вам показываю. В чистоте держите природу. Табиғат сыйлаңдар. Артынан жинап жүріңдер, жігіттер, природаға шығатын, табиғатқа шығатын жігіттер.
малек наловил, малек. Джиговать будем. Мына бүгін субботник жасап жібердік, субботник. Табиғат сыйлап, бәрін отырған жеріміз тазалап. Біздің алдымызда бәрін мына жер шашып тастапты. Бәрін тазартып. Ахмет бауырым менен бүкіл мусордың бәрін тазалап Тап-таза тазартып тастап қасымыз жаны. Енді судың сылдырында жатыр жігіттер. Мына жақта қырғауыл жүр. Фазаны там ходит. Золотая осень. Охотниктер жүр ғой деймін, ит жүр ғой. Çay içinde çay dayım oldu әкелдер. Ай, рахмет. Малек наловил, малек. Ай, рахмет. Джиговать будем? Челли деймін да? Ана машинаның қасынан кетпейді ғой. Біз кетіп қалдық. Қалып қалатын сияқты. Машинаның қасынан күзетіп. деген бір өлең бар еді. Күз туралы бірдеңке айтып жіберіңдерші бір. Давай, еске негілі қандай? Абайдікі ма, Есениндікі ма? Күзде біз жүреміз. Саралтындай жапырағы жайлаған. Өзен арасы, судың арасының жағасында демалған пенсионерлердей болмайды. Мен бұл ақындікі ма десем, өз шығарып Бұл суық қаптайды аспан, неме дейді әке? Торай қырттыка. Сұр бұл. Ой, мұты қол. Осенняя пора очарования деген бірдеңке бар ғой. Золотая осень. Осень хмурится и плачет, зиму снежную все ждешь. Фазан кричит там. Бүгін абай болғанда мына жерге әнеугінгідей сүңгейтін еді. Мына жерде потихоньку малек ловится. Вот сюда бросим. Мальки ловим. Пруд пустим, посмотрим. О, красава, красава. Міне балық түсті, міне балық түсті. Керемет, керемет. Пойдет выживание. Пойдет. Жігіттер міне, бүгін бұйырса міне. Құдай аманшылығын берсе міне Ахмет бауырым міне. Бүкіл мусордың бәрін тазалап айналады. Өртеп жатыр міне, түк қалған жоқ міне. Өзіміз отырған бар, алдыңғы мусор бар. Бәрін тазаладық. Отырған жерімізді тазалап кететін әдетіміз бар осындай. Османчик, это пискарчик. Уякең олсы. Түйенің басынан кішкентай екен. Бұл малектер ғой. Түйені қарасайшы жанды, қандай. Тауды дәу ұсталады. Прыгает еще. Здесь пошел я. Все, кептіреген. Енді бұны бар ғой, на память қойып На память қойып қой енді, Ахмет. 1000 теңгені рахмет. Біздің бүгін Ё-майо, керемет міне. Бұйыртса міне балақтырдыға бір рыбалкадан 1000 теңге тауып алдық міне. Малек ловит вон. Я деньги ловлю. Богатство на моей стороне. Понимаешь? Вот память от балахты. Так, зачет по стрельбам. Керемет, керемет. Зачет, полный зачет. Полный зачет. Давай, Ахмет, теперь ты. Ахмет, давай. Асеке оқтап беріңіз енді.
Теперь Ахмет бауырым атады. Ой, мен Сіз стрелок едіңіз ғой? всегда. А. Ой, Да? Ну-ка. стрелок. Көп көзіген боқ көзі. Красава. Красава. С первого раза. Ну-ка, целимся. Потом туда. Керемет. Попал. Біреу. Огонь. Керемет. Так, стрельбе готов, да? Огонь. О, С первого раза. Теперь Ахмет. Құдыраны аяғында. метров. 15 метр. Тура астынан тиді. Нижний каратоғы. Я ұмытып кетіппіз. Так, 15 метров. О, Поздравляю. Поздравляю. воздушка еще этот, пружина слабый. Пружинасын жанды жасау керек. 10-15 метр ғана алады. А так на 30 метровка. Пистолет. Докладывает рядовой Ахмет. Старшина сияқты едің ғой сен. Старшина міне баршы. Керемет. Ерге жерге беске дейді. Көрек еді міне. Руслан целится, асықпа. Глубокий вдох. Попал, молодец. Ура! Напоследок. Міне керемет. Екі балық бірдей мына қараңдар жігіттер. Напоследок. Керемет, міне Асекең бүгінгі рыбалып жаман емес. Но керемет, рахмет. Вот, день рыбалки дейді. День отдыха дейді. Нағыра. Золотые рыбки плывают. Міне жақсы демалып қайттық. Арабша жазылған. Отырған жеріміздің бәрін тазалап жібердік. Ана судың бойынан 1000 теңге тауып алды Ахмет. Я уже открыл. Кішкене малек ұстадық, шашлық Ой, жасадық, бүгін баймыз. тушенка жедік. 1000 теңгені келесі қаратал келгенге сақтап Иә. қоямын. Сен де ары бері жүрдің, да? Балутасын иіскеп Қуалап. білесіңдер. Малек джиговать. Эй! Уйбай, стоп.